Үшінші бағдарлама. Бұл бағдарламаның аты даму микро деп айтылады. Бұл бағдарлама микро қаржы ұйымдар арқылы кәсіпкерлерге берілетін бағдарлама. Бұл жақта пайызы енді жоғары. Бұл жақта даму өзінің қаражатын микро қаржы ұйымдарына береді, мекемелеріне, олар өз кішкене пайызын қосып біздің кәсіпкерлерге береді. Бұл даму микроның енді шарттарын айтып өтейін. Бағдарлама бар, пайызы үлкен, бірақ кішкене шарттарын айтып өтейін. Максимальный сумма, енді несиенің максималдық сомасы 27,6 миллион теңгеге дейін алуға болады. Соңғы пайызы біздің кәсіпкерлерге бұл 25%, өте жоғары. Енді мерзімі, кредиттің мерзімі, несиенің мерзімі 7 жылға дейін. Бағыты, осы несінің бағыты покупка основных средств, пополнение оборотных средств. Кәдімгідей инвестициямен кәдімгі айналым қаражат алуға болады. 27,6 миллион, 25%-ға микрокредит ұйымдар арқылы алуға болады. Мына жақта мен көрсетіп қойғам, қандай микроқаржы ұйымдары қатыса алады. Бұл жақта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 микроқаржы ұйымдары тіркелген осы бағдарламаға, солар арқылы алуға болады. Енді бұл микроқаржы бағдарлама ұйымдар әр өңірде істейді деп ойлаймын. Оңтүстігін көріп тұрмын, басқа неде. Енді қараңыздар, бұл жақта айтып кететін кім қатыса алады? Бұл жақта микро және шағын кәсіпкерлері және сонымен бірге физический лица, кәдімгі енді бастап жатқан кәсіпкерлерде қатыса алады екен. Кәдімгі физический лица да алуға болады екен. Без отраслевых ограничений, кедергі жоқ, қандай бағытта алуға болатын осы несиені. Бағана мен айтып өткендей 27,6 миллионға дейін. Шағын несиені алу үшін бұл екі бағыт алуға болады. Сонымен бірге бұл жақта жазып қойған, запрещается на рефинансировать действующих займов конечных заемщик. Енді кәсіпкер бұрынғы алған егер несиесі болса, осы несиені алып, сол несие жабуға болмайтынын осындай шарттар белгілеп қойған. Енді мерзімі, несиенің мерзімі 3 жыл. Бұл айналым қаражат қажет болатын несиені алу үшін 3 жылға дейін беріледі. Приобретение модернизация основных средств 7 жылға дейін алуға болады. Тағы айтып кететін нәрселер: участник программы не могут быть конечные заемщики. Енді бұл жақта қосымша шарттар жазып қойған. Мен мына слайдта көрсеңіздер болады. Мен сіздерге кішкене көрсетіп берейін. Сонымен бірге бұл бағдарламада енді банктер мен микроқаржы ұйымдарының айырмашылығы неде деп менің бір естуім бар, көргенім бар. Сіз банкке барған кезде ол жақта кішкене бюрократиялық көп құжаттарды талап етеді, бірақ микроқаржы ұйымдары кішкене тезірек қарайды және несиені тезірек алуға болады. Сол себептен, бірақ пайызы қарасаңыздар өте жоғары, 25%, енді өте жоғары біздің кәсіп. Енді кейбір азаматтар, кейбір кәсіпкерлер тез алу үшін осындай 25%-мен несиелерді алады. Себебі бюрократиялық жолдар тезірек өту үшін осы микроқаржы ұйымдарына барып, сол жақта кәдімгідей осындай бағдарламаларға қатысып, өз қажетті несиесін алады. Енді бұл бағдарлама даму микро. Бар бағдарлама жазылған, енді соны айтып кеткен дұрыс.